Бізге белгілі елімізде мемлекеттік статистиканы және де жетілдіру социалдық-экономикалық процесслер хақында анық һәм сенімді мағлұматлар базасын қалыптастыру мақсатында халық һәм ауыл қожалығын тізімге алу ілежларына республикамыз бойлап старт берілді. Бұл кең көлемлі ілежлар мемлекетіміз рауажлануының ахметлік көрсеткішлерін белгілеу, аймақтардың рауажлану перспективаларын анықтауда үлкен ахметке ие. Қоңырат районында да бұл ілежлардың бірінші басқышы өткерілмекте. Райондағы барлық мекеме һәм карханаларда минет етіп отырған қызметкерлер тізімге алу процесінде белсене қатынасып, белгіленген сораунамаларды жауапкершілікпенен толтырып жатыр. Районда түзілген арнаулы штаб тарапынан түсіндіру жұмыстары да алып барылмақта. Мекеме һәм шөлкемлерде іслеуші бұқаралар онлайн тізімнен өтпекте, һәмде махалле жетілігі тарапынан 4-28 февраль аралығында махалле жетілігі тарапынан үйме-үй жүріп, осы сораунамаларға толық жауап беру назерде тұтылған. Һәм бұқаралар махалле жетілігі тарапынан өзіне қызықтырған сұраулар бойынша жауаплар алуы мүмкін, һәмде махалле жетілігі тарапынан бұқараларға толық халықты тізімге алу, һәмде ауыл қожалықты тізімге алу бойынша үгіт насихат жұмыстары қазіргі уақытта алып барылмақта. Өзбекстанда халықты тізімге алу ең соңғы мәрте 1989 жылы өткерілген. Бұл іләш әрбір тараудың рауажлануына тікелей тәсір көрсетеді. Макроэкономикалық көрсеткішлерді келесі 10-20 жылдық дәуірге прогноз ету мүмкіншілігінде береді. Бұл кең көлемлі іләжлардың бірінші басқышы 31 январға шекем давам етеді.